Ұшқан жұлдызға тілек тілеуден не пайда? Ақыр соңында бұл жұлдызды жаратқанға дұға етуге мүмкін ғой. Жақсы адам бол, бірақ мұны дәлелдеу үшін уақытты жоғалтпаңыз. Уақыт бұл ақша емес, одан да қымбат нәрсе. Барлығына сенетін сияқты кейіп таныт, бірақ ешкімге сенбе. Айналаңыздағыларды құрметтеңіз және өзіңізге де осындай құрметті талап етіңіз. Өмірді сүй және әрқашан оны жақсарту әрекетінде бол. Егер бүгін жүгіруге әрекет етпесең, ертең жүгіруіңе тура келеді. Барлығына ұнауға әрекет етпе, бұл мүмкін емес және керек жоқ. Егер жылағың келсе, жылап ал, бұл дертті ішке жұтқаннан гөрі жақсы. Сен сүйетін адаммен бірге болған жақсы, бірақ сені сүйетін адаммен бірге болу маңызды. Неғұрлым көп сөйлесеңіз, соғұрлым сіздің сөздеріңіздің құны төмен болады. Егер бір нәрсені бастағыңыз келсе, тез бастаңыз, әйтпесе қайрат тез сөніп қалатын қасиетке ие. Айналаңыздағылардан ұялғаныңыз үшін қалауыңыздан бас тартпаңыз, қорықпай алға қадам басыңыз және ешкімді тыңдамаңыз. Қуанышты кезіңізде ешкімге уәде бермеңіз, ашулы кезіңізде ешқандай шешім қабылдамаңыз. Ержүрек және батыл бол. Егер бола алмасаң, өзіңді ержүрек және батыл сияқты өзіңді ұста. Бір нәрсеге ие болу соншалықты маңызды емес. Ең бастысы сізге ештеңе иелік етпесін. Қате жасап қоямын деп қорықпа. 2 рет бір қатені жасаудан қорық. Ешкімге ренжімеңіз, өзіңіз үшін қорытынды жасаңыз. Надан адаммен салғыласып, уақытыңды босқа кетірме. Өсек айту деген төмен тапсырманы өз мойныңа алма. Ақша жинауды бірінші жалақыңнан баста. Жеңіс кезінде өзіңді кішіпейіл болып, жеңілістерді абыроймен қарсы ал. Ең ұнатқан киімдеріңді бүгін ки, ұнатқан асыңды бүгін дайында, айтпақшы болған әңгімелеріңді бүгін айт. Қолайлы уақытты күтпе, ол ешқашан келмейді. Өмірді қиындатпа, күшті адамдар әрқашан қарапайым. Кішкентай нәрселерге қуануды және үлкен жоғалтуларды да мұңаймауды үйреніңіз. Өйткені жағдай қаншалықты жақсы немесе жаман болса да бәрібір өзгереді. Өзіңізді және өміріңізді басқалармен салыстырмаңыз. Әйтпесе сіз ешқашан бақытты болмайсыз. Сізді өз мақсаттарына пайдаланғысы келетіндерден аулақ болыңыз. Барлығы ұйықтап жатқанда сен ізден. Барлығы демалып жатқан кезде сен жұмыс істе. Барлығы жылап жатқанда сен арманда және жеңу мүмкін емес кезде сен жеңесің.